Сәлем қыздар, қалайсыздар? Бүгін арықтау марафонының 3-ші күні. Бүгін не жедім, соның барлығын дәл осы видеода сіздермен бөлісемін. Артық салмақсызды мазаласа, онда каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып, жүрекшені басуды ұмытпаңыз, және достарыңызға жіберуді ұмытпаңыз. Бүгінгі тапсырма өзіме берген 10.000 шагты орындадым, және таңғы уақыт әдеттегідей менде вакуум жаттығуымен басталды. Вакуум жаттығуын жасай алмасаңыз, онда сіздерге сілтеме қалдырамын. Сол видеоға өтіп, вакуум жаттығуын үйреніп алыңыздар. Тамақтануды дұрыстап, вакуум жаттығуын жасаса, салбыраған іштің барлығы кетеді. Вакуум жаттығуы салбыраған іштің кетуіне көмектеседі, бірақ бұл деген барлығына жасауға болады деген сөз емес. Жасауға болмайтын кері көрсеткіштері де бар, оны видеодан қараңыздар. Мен сіздерге сілтеме қалдырамын. Сол жақта кімдерге болмайтынын толығырақ, нақтырақ айтқанмын. Ал енді ұйқыдан тұра салысымен кіші дәрет үлкен дәретке барып келгеннен кейін аш қарында таразыны тегіс жерге қойып, салмағымызды өлшейміз. Мен басында салмақты өлшейтін кезде қызым маған жағаласып өлшеуге рұқсат бермеді. Барлықтарыңыз білесіздер, мен салмағым 64 келі болды, яғни мен негізі салмағым 64 болса да, объемға салмақты жақсы жинағанмын. Дәл қазіргі салмақ 62-де 1 болып тұр, яғни 62 келі 100 грамм болып тұр. Салмақ тастау барысында объем кетіп жатырса, қыздар, бізде таразыда сан өзгермейді, яғни бүгін 62-де 100 ба, ертең де 62-де 100 болады, оған таң қалудың қажеті жоқ. Вакуум жаттығуын жасап болған соң 2 стакан жылы су ішеміз. Суымыз қатты салқын немесе қатты ыстық болмау қажет. Суымызды ішіп алдық, енді бізде 20-25 минут уақытымыз бар, осы аралықта таңғы ас дайындаймыз. Таңғы асқа менде сұлы ботқасы жарма таңдағанда осындай келелеп сатылатын түрлерін таңдаңыздар, тез пісетін түрі емес, осындай келелеп сатылатын түрлері 20-25 минутта піседі. Сұлы ботқасы менде 1 адамдық порция. Сұлы ботқасын пісірер алдында құрғақ күйіне 30 граммды дәл осылай бөліп аласыз. Құрғақ күйіндегі 30 грамм осындай 1 шай кесенің жартысындай болады. Сұлы жармасын ыдысымызға саламыз және үстіне 3 шай кесе су құямыз. 3 шай кесе су құйсаңыздар, 20-25 минутта суларыңыз тартылып, әдемі жақсы пісетін болады. Баяу отта пісіріңіздер, яғни тез қатты пісіп кетпесін. Егер тез пісетін болса, онда суымыз тартылып, жармамыз жабысып қалады. Сұлы ботқасы пісуіне 5 минут қалғанда 100 мг сүт, яғни жарты шай кесе сүтімізді құйып, дәл осындай ботқаны дайындаймыз. Ал қыздар, менің таңғы асым дайын болды. Сұлы ботқасын қараңыздар, әдемілеп әсемдедім. Жеміс жидектермен әсемдесеңіздер болады. Және табиғи май болу керек. Қолдың таза сары майы немесе президент майды пайдалансаңыздар да болады. Қатырылған таңқураймен әсемдедім. Егер де жемістер болмаса, онда аса қатты қажет емес. Менде 1 дана қызанақ болды. Кез келген салат түрін пайдалануға болады. Келесі кезекте қыздар, менде түскі ас. Мен өте қатты донер жегім келді. Енді сіздермен 5 минутта дайындалатын ПП донердің рецептісін бөлісемін. Тәттіден бас тарта алмасаңыз, тәтті құмар болсаңыз, мен сияқты жеміс жидек жесеңіз болады. Яғни кез келген жеміс түрінен 1 данасын алып жеуге болады. Ал енді қыздар, ПП донер дайындаймыз. Үйдегі бар көкөністерді қосатын боламын. Лавашты дүкеннен 200 теңгеге сатып алдым. Ішінде 2 данасы бар екен. Ол маған таңғы ас немесе түскі асқа, яғни 2 рет дайындағанға жетеді. ПП донерге көкөніс ретінде болгар бұрышы, яғни тәтті бұрышты және 1 дана қызанақты пайдаландым. Болгар бұрышын дәл видеодағыдай ұсақтап турап аламыз. Егер де болгар бұрышын ұнатпасаңыз, қоспай қоюға болады. Оның орнына қияр немесе капуста қосуға болады. Енді қызанағымызды ұсақтап турап аламыз, дәл видеодағыдай турап алсаңыздар болады. ПП донер ретінде негізі менде белок болу қажет. Белок ретінде етті алуға болады, яғни сиыр еті, жылқы еті, тауық еті, балық еті деген сияқты. Ал қыздар, ет пісіруге уақыттарыңыз болмаса, онда менің лайфхагымды пайдаланыңыздар. Жұмыртқаны пісіріп суға, яғни қайнаған жұмыртқаны ПП донерге қосуға болады. ПП донер дәмді болсын десеңіздер, онда мен сияқты сыр қосуға болады, яғни ірімшікті. Ірімшікті үккіштен өткізіп аламыз. Егер де сыр болмай қалса, онда аса қатты қажет емес. Үйіңіздегі бар өнімдерді қосып ПП донер дайындауға болады. Ең бастысы майонез болмау қажет. Мұнда менде 3 дана жұмыртқа пісірілген, бірақ 2-уін ғана қостым, 1-уін қызыма бердім. Егер де қыздар, жұмыртқаны пісіруге уақыттарыңыз болмаса, онда табаға майсыз күйінде жұмыртқаны пісіріп алсаңыздар болады. Уақытты үнемдейсіздер. Майсыз қуырылған жұмыртқа мен қайнатылған жұмыртқаның айырмашылығы жоқ, екеуінің калориясы бірдей болып келеді.
Ал енді лавашқа 2 шай қасық қаймағымызды саламыз. Майонез қосуға болмайды қыздар, оның калориясы өте жоғары, ПП-донер болмай қалады. Қаймағымызды жағып және үстіне барлық көкөністерімізді кезекпен салатын боламыз. Ең бірінші кезекте мен болгар бұрышын салдым, сосын қызанақты және үкіштен өткізілген сырды салып, жұмыртқаны турап, яғни донер пішініне алып келіп орап алдым. Арықтауда қыздар негізі донер жеуге де болады, картошка фри де жеуге болады. Ең бастысы түскі аста жеу керек. Дефицит калорияны сақтау қажет. Айтпақшы қыздар, 10 000 шаққа жеттіңіздер ме? Комментарийге жазып кетіңіздерші, сіздерден кері байланыс болсын. Қанша шақ жүрдіңіздер, соны кері байланыс ретінде комментарий жазып кетіңіздерші. Мүмкін 7 000 шақ, мүмкін 5 000 шақ, мүмкін 10 000 шақ. Шақ бізде қыздар қозғалыс ретінде болады, яғни қозғалысымыз көп болса, тамақтануымыз дефицит болса, онда бізде арықтау процесі жақсы жүреді. Айтпақшы қыздар, сіздер нешеде ұйықтап, нешеде тұрып жүрсіздер, уақытпен тамақтанып жүрсіздер ме? Оны да кері байланыс ретінде комментарийге жазып кетіңіздер. Сұрақтарыңыз болса, комментке жазып кетіңіздер, мен міндетті түрде жауап беретін боламын. Маған осылай табада піскен донер өте қатты ұнайды, қытырлап, күшті болып шығады ғой. Екі жағын дәл осылай қыздырып аламыз, максимум 1-2 минут уақытыңыз кетеді. Ал қыздар, біздің ПП-донеріміз дайын болды, өте дәмді, тойымды болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер, егер де бар болса, егер де лаваштарыңыз болмай қалса, ПП-донер жасауға мүмкіндіктеріңіз болмай қалса, онда кез келген тамақты жеуге болады. Сорпа пісірсеңіз, онда 500 грамм сорпа, кешкі асқа да сол сорпаны ішуге болады. Бірақ қыздар, міндетті түрде сорпаның ішінде ет болу қажет. Кез келген ет. Ең бастысы қойдың еті болмау қажет. Сиыр еті, жылқы еті, балық еті, тауық еті деген еттерді қосуға болады. Бұл түскі ас мен үшін өте тойымды астың бірі болды. Дәл осылай тамақтанған маған өте қатты ұнайды қыздар. Тамақтану кезінде мен удовольствие аламын, яғни рахаттану сезімін аламын. Кешкі аста қыздар, менде белок және клетчаткадан болу қажет, яғни белок ретінде жұмыртқаны қостым, клетчатка ретінде қызанақ пен болгар бұрышын қостым, яғни салат ретінде оларды дайындадым. Дәл осылай тамақтану маған қыздар ұнайды, сіздер де солай тамақтанып көріңіздер. Егер де жұмыртқаны ұнатпасаңыздар, айран қосуға болады, немесе кез келген етті қосуға болады. Салат бірақ міндетті түрде болу қажет. Ал қыздар, дәл осылай 3 рет тамақтанып, арықтау сіздерге ұнайды ма? Комментарийге жазып кетіңіздер. Өте тойымды тамақтардың бірі болды деп ойлаймын. Сіздермен енді ертеңгі видеода жолыққанша сау болыңыздар.